Мен сені сүйем. Мен сен үшін бұл өмірде ештеңені аямаймын. Және өмір бақи алақанымды аялап өтемін. Сен соған сенесің бе? Ау? Түсінбедім. Қайда? Немене? Сасық. Топас. Не болды сонша бақып? Бұтына жіберген болақсың. Шірік, сен не істеп жүрсің мұнда? Тағаңдып жүрсің бе мені? Кім? Мен бағыңдып жүрген? Енді кім? Қайда ол сен? Соңғы нерген күш қысап, сүмеңдеп қалмайсың. Қораң ішіне мені сасып кетті десем, сен екенсің қаузыңдар. Ай, құдай, ай. Есекпен бірге бір қорада түнейін деп кім ойлаған? Данышпан! Не болды? Ол есек емес, қой, көзіңді ашып қара. Топас екенің тағы да дәлелдедік ба? Есек ол сенсің, сен! Кішкене аузыңды жай аш. Қазір есінен қой тұншығы бөледі. Опана, анан қара, сөйлейтін есек, ана мультфильмдегі қалай дәрге? Шірек жүрген жоқ па жақын жерде? Шірек емес. Шірік жүрген. Не деп тұрсың? Аузыңа ие бол, ұқтың ба? Сен бірінші аузыңды еске бол, содан кейін сөйлейсің. Мен саған қазір жүз ұрып ескетем. Міне! Еске боласың ба? Қозғалма! Ата, болды. Атпаңыз, ата. Сабыр ата. Қолдарын көтеріңдер. Қозғалмаңдар. Мұнда не қып жүрсіңдер? Біз ете. Ата, бір жағдайға тап болдық. Осы жерге қонуға тура келді. Соқпа тұрықса, сендер мал ұрлап жүрсіңдер. Жоқ, қайдағы мал ата? Милиция! Ата, милицияны шақырмай тұра тұрсыз. Қазір мен сізге барлығын түсіндіріп айтып беремін. Ал, қане, тез жөндеріңді айтыңдар. Ата, менің атым Мақсат. Мына сілімтіктің аты. Өзің сілімтік. Не? Же, сілімтік дейді ғой топас себе. Ей, тоқтат! Ей, өңшаң миғылалар! Мен сендерге қазір нақты сұрақ берем. Ал сендер нақты жауап бермесеңдер, бастарыңа бұдыраны үйіп берем, білдіңдер ме? Сен кімсің? Менің атым Арман. Ал сен сүмелек. Мен Мақсат. Ал сілімтік пен сүмелек мұндан не істеп жүрсіңдер сендер, а? Ата, мен сізге барлығын түсіндірейінші. Біз негізі жұмыс бабымен келгенбіз. Осында қонуға тура келді. Соқпа тұрықша. Қайда келдіңдер? Көш жолдан. Соқпа. Алматыдан. Қандай мақсатпен? Жұмыспен. Қандай жұмыс? Компьютер технология патенттеу және гендерлік саясаттағы қатынасы пропорциялар. Не етіп кеттің? Ақымақ қолдай салсаң өлесің ба? Дұрыстау бірден ойлап таппайсың ба? Енді қиналған кез аузыңа сөзе түспейді ғой? Торымызды. Ата, өтінемін сізден, тоқтай тұрыңыз. Мен сізге барлығын түсіндіріп айтып беремін. Негізінде ол былай болған. Біз негізі қаладағы ауқатты адамдармыз. Бәстесеміз деп осындай жағдайға тап болдық. Біз ұрымыз. Айттым ғой мен. Байла. Кімді? Бір-біріңді байла. Кішкене ақырын байламайсың ба? Қолым ауырып кетті. Менікі де. Қайда білейін? Мылтық кезен тұрғаннан кейін қорқып кеттім. Ата, ешқайда қашып кетпейміз ғой. Отырсақ бола ма? Ата, аяғымыз ауырып кетті. Қазір участковый келсін, 4-5 жыл асықпай отырасыңдар. Ата! Қазір! Сізге келіп тұр. Мұнда кірмей қой. Келе жатырмын. Ата. Ал сендер. Тыныш тұрыңдар. Жарайды. Уағалейкум ассалам. Ассаламуалейкум, Дәулет. Боранбайұлы. Сен айтсың бәрі. Сөйлемеш аузың сасық. Кімдің? Сенің жетіп тұрған жоқ. Ой. Самал, біраз болды көріспегел. Бой жетіп қапсыз ғой. Кеше ғана көрістік қой. Иә. 18 жылға татиды өзінсіз өткен бір күнім деп қояды дейді. Бәрі чеки, ма? Не шаруа, Дәулет? Үйде 2
семішкімай бітіп қапты. Сол сіздердің дүкендеріңізді бар болса алып кетейін деп келдім. Самал, барып алып келе қойшы балам. Жарайды. Айта бер, шаруаңды. Әңгіме былай. Дүкен істеп тұр. Қорада мал тұр. Неге? Менің қалтам бос тұр. Былай түсінсеңші енді. Түсінем. Бәрін түсінем. Ақша сұрадыңдар. Бердім. Бұны бірден төлей алмайым. Айға бөліп бер дедім. Оған да көндім. 3 ай болды. Аман ата, ақша қайда? Не істейміз енді? Балам, қазір менің жағдайым онша болмай тұр. Енді өзің білесің, мына дүкенде сауда жүрмей тұр. Ауылда ешкімде ақша жоқ. Аман ата, Не? ауылда бәрі. Чики. Үйтіп маған жала жабудың қажеті жоқ. Білеміз ғой енді, бірақ түсінсеңші енді мен де. Аман ата, сіздің ұлыңызға менен ешкім ақшал деп айтқан жоқ. Ол сіздікі ма? Иә, Демек, қарыз да сіздікі. бірақ қазір менің саған беретін ештеңем жоқ. Қалай ештеңе жоқ? Берем десеңіз, алатын нәрсе бар. 3 күн. Аман ата, 3 күн. Ақшаны орнына қоймасаңыз, үйіңізді бересіз. Ей, үйді? Мен сізге қатты жаным ашиды. Ұлыңыздың жүрісі анау. Сізге жақсы, демеу, тіреу болатын күйеу бала керек. Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар? Күйеу бала болуға дайынмын деп айтайын деген ғой. Сен өзің не айтып тұрсың өзің, а? Ата? Самал. Рахмет. Көп рахмет. Көп рахмет. Аман ата, ойланыңыз. 3 күн уақытыңыз бар. Бәрі чики болсын. Сау. Боссыңдар, кете беріңдер. Кімдер болсаңдар да бар, кете беріңдерші, айналайын. Сендер сізде проблема бастан асып жатыр. Ата, менің ойымша, сіздің проблемаңызды оңай жолмен шешуге болатын сияқты. Айналайын. Кет дегенде аман есеңді кете қойшы. Ақшаны қайдан табам деп отырса адам. Ата, егер проблемаңыз ақшамен шешілетін болса, ол проблема емес, жай ғана шығын. Түсінбедім. Ата, сіздің дүкеніңіз бар. Солай ма? Иә. Сол дүкенді маған сеніп тапсырсаңыз, мен 1 аптаның ішінде 1 айлық табыс табамын. Сосын ана қарызыңыздан оңай құтылып кетесіз. Бірақ бір талабым бар. Ол үшін маған жатын орнымен табыстың 15% бересіз. Ата, егер маған тапсырсаңыз, мен оны 5-ақ күннің ішінде 1 айлық табысыңызды тауып беремін. Және де жатын орнымен айлықтан 10% аламын. Ей, қиялисіңдер ма немене? Бұл ауылда біреу бірден алатын болса, ана дәулеттің дүкенінен барып алады. Мына ауылдың шетінде тұрған дүкенге кім келеді? Ата, уайымдамаңыз. Ең бастысы дүкенді білікті маманға тапсыру керек. Білікті маман мен. Ол мен. Жоқ, мен. Сондықтан маған тапсырыңыз. Айтып тұрмын ғой, ата, сеніңші 10 есеге көтерем. Мен 15 есеге көтерем. Стоп. Жаңа ғана ұрлыққа түсіп, қамалып кете жаздаған жоқсыңдар ма? Қайдағы сауда, қайдағы бизнес айтып тұрғандарың? Сатылмайтын зат жоқ. Саталмайтын адам бар. Айтыңдаршы. Неге мен сендерге сенуім керек, а? Міне, қалай? Бастаймыз ба? Жұмысты көруге болады. Кірсеміз ба?
кірісейік. Болды. Сәлеметсіз. Не аласыз? Маған бір сіріңке бересіңізші. Сіріңке? Міне. Тағы не аласыз? Болды, рахмет. Құр сіріңкемен не істейсіз? Тамақсың? Қазы қартасасыз ба? Палау пісірейін деп жатыр. Палау. Бәрекелді. Сіз палауда Ақмаржанның алтын сортынан пісіретін шығарсыз, Жоқ, ол қандай сөз? Білмейсіз ба? Кәдімгі Қазақстанның атынан шетелге шығатын жалғыз экспорт. Осы Ақмаржанның алтын сорты ғой. Қараңыз. Көрдіңіз ба? Жазуларда ерекше. Мен қалада туған бауырым бар. Осы зауытта жұмыс істейді. Өткенде мен қалаға барғанда мені шақырып алып, егер де күріш алатын болсаң, осы Ақмаржанның алтын сортынан алыңдар деді. Содан Венгрияға кетіп бара жатқан пойыздан 10 шақты қабын түсіріп алдық. Және мына Фармонийдің приправасымен бірге. Және асхана дейсіз бе, ауыл дейсіз бе, қала дейсіз бе, әрбір ас үйде осылардың 4-5 отырады. Ассалаумалейкум, бауырым. Уалейкум. Мен көрші ауданнан келіп тұр едім. Ешбір дүкенде жоқ, бір холестерин аз май бар екен ғой. Бар, бізде бар, иә. Қанша бар? 10 шақты бөтелке бар. Барлығын бер маған, мен тағы да тапсырыс беремін. Жарайды. Үйбе? Қандай адам мен? Кезекке тұрмайсыз? Тұрыңыз ғой. Мына майларды маған берсаңыз, мен аласам. Онда қалған 8-ін мен алам, сіз мынаны ала беріңіз. Қосасашы 8-ті бәрін мен аласам. Жарайды. Ең құрмасана семейдің сәбізі бар ма? Испанский сорт па? Кәдімгі кукарача. Кукарача. Бар ғой. Берші соны. Міне. Маған кукарику. Кукарача. Кука. Онда маған ана, неден бересінші? Неден? Маған да содан бере сал. Міне. Ой, рахмет. Сіріңке алмайтын ба едіңіз? Жоқ, керек емес, рахмет. Келіп тұрыңыз. Мәссаған. Кім болсаңдар да әңгімені жібереді екенсіңдер, Көрдіңіз ғой ата. Егер де дүкенде маған тапсыратын болсаңыз, мол пайдаға кенелесіз. Ал егер менімен жұмыс істесеңіз, тек қана табысқа кенелесіз. Ал табыс менің екінші атым ата. Өтірік соғады. Былтыр менің компаниям, мынаның компаниясына қарағанда табысы 2 есе тапқан артық. Сен маған олай артық әңгіме айтпай қой. Ол фора болатын. Фора деген әшейін сылтау. Тоқтатыңдар. Мен ашып кетті қойыңыз. Қайсымыз қаламыз, соны өзіңіз шешіңізші. Ата, шешім қабылдайтын сіз. Сондықтан да шешім сізден, келісім бізден. Келістік. Бірақ, мынандай бір мәселе бар. Жататын орын біреу ғана. Сондықтан мен біреуіңді ғана қабылдай аламын. Сонда қалай, қайсымыз көшеде аламыз? Оны былай істейік. Мына дүкенге кірісіңдер. 3 күн уақыт берем. Кім сауданы көп жасаса, дүкенді соған тапсырам. Содан кейін жататын орын берем. Ары қарай жүріп жатса, табыстың да бір 10%-ын беруге келісіп қалармын. Келістік. Келістік онда. Ал, жеріңдер үйге. Алдын ала шарттарды белгілеп алайық. Ережесіздің берекесі кетеді. Иә. Саудан кезек-кезек жасаймыз. Ол үшін алдымен өзіңе жатын орын тауып. Бәрі де түсінікті ме? Бомж болуға дайындала бер, балақай. Ой, бомждар. Түрлеріңе қарасам, бомж сияқтысыңдар. Кіріспес бұрын әуелі жуынып, мына киімдерді ауыстырып алыңдар. Ай, тез етіңдер. Бұл біріншіден. Иә. Екіншіден, қазір мұнда менің немерем Самал келеді. Ол сендерге мына жұмыстың барысын түсіндіретін болады. Бірақ ескертемін. Егер де менің немеремнің басынан бір тал шаш түсетін болса, онда сендердің бастарыңа 10 тал тесік түсетін болады. Тура өлтірем, білдіңдер ме? Түсіндірді. Ата? Оу, Самал, келе қой қызым. Міне менің немерем Самал. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Ал онда кірісейік. Бұлай істейміз, Самал. Біріншіден, біз ребрендинг өткізуіміз қажет. Яғни, жылдам әрекет ету жағын қолға алуымыз керек, ал клиенттер, тұтынушылар нені қажет етеді, соны әбден зерттеуіміз қажет. Және леверидж өткізу керек. Мен брендтік сторителлингіне басты назар аударатын едім. Не нәрсеге? Есіңде сақташы? Сторителлинг. Яғни оны платформа арқылы өткіземіз. Бұл бизнесте геймификацияны жүзеге асыру керек. Нарықтық сегменттерді басты нысанаға алуымыз қажет. Яғни бір ауыз сөзбен айтқанда таргетинг. Кешіріңіздер, мен сіздерді түк түсініп тұрған жоқпын.
Қарапайым тілмен түсіндіріңіздерші. Ой, ол қарапайым тіл енді қалай десе екен, клиент табу керек қой. Дүкеннің атын өзгерту керек. Аманатаның жаңа дүкеніне келіңіздер. Акциялар жеңілдікте сармай сатып алсаңыз құйрықмай сыйлыққа. Ой, бәрекелді. Құрметті клиенттерге жеңілдіктер, азық-түлік бағасы басқа дүкендерден төмен. Ауылдағы ең үздік баға біздікі. Сәлеметсіз бе? Аманата дүкеніне қош келдіңіз. Бізде барлығы төмен бағамен беріледі. Сонымен не қалайсыз? Палау басайын дегенем, май таусылыпты үйде. Сіздердің қағаздарыңызды оққан соң келгенім ғой. Май тамаша. Бізде бүгін акция. Егер де бір май алсаңыз, құйрық май бізде қосымша сыйақыға, яғни тегін беріледі. Рас па оның? Рас. Палау пісіру үшін де күріш керек шығар, я? Егер де бізден күріш алатын болсаңыз, мына маймен керемет піседі. Жарайды, бір келісін беріңіз. Бір келесін. Міне, тұз бар шығар, әлде жоқ па? Ұмытып кеттім, тұз бере салыңыз. Тұз, жарайды. Тұз бере ғой. Сонымен сізден 780 теңге. Самалжан жазып қоя сал, айлықтан берермін. Жарайды. Сәуле, тәте. Бар өнерің осы ма? Арман. Тұр олай. Нағыз профессионал бұлай жұмыс істейді. Ал көреміз. Қалай жұмыс істейтін. Ассаламалейкум. Маған шұжық пен су берші. Бересіз жүрсің. Сізден 1900 теңге. Ақшалай бересіз бе, жоқ, айлықтан бересіз бе? Мә, ақшалай берейін. Қойсы. Өтте дұрыс, көп рахмет. Келіп тұрыңыз. Сау болыңыз. 30 секундтың ішінде 1900 теңге. Көрдің бе? Осылай жұмыс істеу керек, нағыз профессионал. Клиентке ешқашан менсінбей қарауға болмайды. Білем, сенсіз де білем. Үйретпей қойшы адамды. Мен қазір келем. Ұтылдың. Мен ба ұтылған? Әлде талай. Қызыға? Не? Емтиханға дайындалып жатсың ба? Жоқ, мектеп бітіргеніне 3 жыл болған. Онда неге жоғары оқу орнына түспедің? Оқығым келеді. Бірақ атамыз жалғыз қалдырғым келмейді. Қимайым деші. Мамандық таңдадың ба? Иә, мұғалім болғым келеді. Біздің ауылда мұғалімдер өте аз. Осы сендер мақсат екеуің неге үнемі бәстесіп ерегісіп жүресіңдер? Араларыңда соншалықты не болған? Ол ұзақ әңгіме. Сосын айтамын. Жарайды. Сәлеметсіз ба? Сауда қалай? Ештеңе сатпадым, нан ғана саттым. Неге? Жаңа дүкен ашылып, барлық сол жаққа барып жатыр. Қандай дүкен? Аманата деп аталады. Міне жарнама қағазы. Аманата? Аманата. Бар. Қандай дүкен екен көріп кел барып. Ал мына жерде кімді қалдырам? Бұл жерді қайтесін бәрібір ешкім жоқ. Бар сай бар деген екен. Мынау не? Жаңағы дүкеннен азық-түлік алдым. Басың істей ма? Бұның бәрін не қылмақшысың? Қалай алғанымды өзім де түсінбей қалдым. Оларда акция жүріп жатыр. Май алсам, құйрық май сыйлыққа берді. Ол доғар енді. Құйрық май сыйлыққа берді. Бүгін ешкім жоқ қой. Кішкене сабыр сақтайық, келеді ғой. Мен сен секілді сабыр сақтай алмаймын. Бұның себебін анықтауым керек. Самал, мен қас келем. Тоқташы. Еш бер. Бер кет. Бер кет. Бұдан қараңдар. Мүлдем фантазиялар жоқ. Тура біздікінде акция істепті. Жазуларда біздікінде. Көрдің бе? Мәссаған. Бәсекелестеріміз пайда болды дейсің ғой, е? Пайда болды. Бір жағынан жақсы емес пе? Не жақсы? Жігіттер, енді не істейміз? Тауардың бағасын түсіру керек. Қайта түсіре береміз ғой тауардың бағасын. Не істейміз? Жаңа партизандық маркетинг жасаймыз.
иә ол деген ескіліктің қалдығы баяғыда тізе шығып кеткен. Әрбір жаңа идеяның астында ескі тәжірибе жататынын ұмытпа. Сіздер болды, салғаса бермеңдерші. Енді сендерде ортақ қарсылас пайда болды. Бірігетін уақыт келген сияқты. Бірігетін? Уақытша болса да. Уақытша болса уақытша кеттік кірісейік болды жұмысқа. Бәрін жаз. Апай, ауыл бойынша таба жеткізіп беру тегін. Аман ата дүкеніне келіңіз. Аман ата дүкенінің жаңа акциясы. Теңгеге тауар алсаңыз жеткізу тегін. Ал қорытындылайық. Арман 18.150, мақсат 18.500. Yes! Жеңіс аз қалды. Сен одан да жататын жер іздей бер. Маған үйтіп қарамай қой. Анда-санда маған қонаққа келіп тұрасың. Жылынуға. Армандапсың. Қуануға әлі ерте. Дүкеннің жабуына қанша минут қалды? 5 минут. 5 минут? 5 минутта кәдімгідей уақыт. Әлі күтеміз. Аға, саламатсыз, маған 2 келі ұн беріңізші. 2 келі ұн? Иә. Ей, құтқарушы мені. Міне, 350 теңге. Атың кім? Аббат. Аббат Арман деген жақсы жігіттерге қойылатын есім. Біліп жүр. Жарай ма? Сау бол ағай. 350 теңге жазып қой. Қойшы, қанша болды? Қостым ендеше есептен 18.500-ден. Айттым ғой, қуануға әлі ерте деп. Сатушылар. Жарайсыңдар ей. Ал қызым, кім жеңді сонда? Достық жеңді. Екеуінің табысы бірдей. Оппо. Жарайды. Онда сендер ана бос жәшіктерді сарайға алып барып тастаңдар. Оған дейін мен де бір шешімге келермін. Жарайды. Мынаның барлығын батыр? Иә. Алып кетіңдер. Уағалейкум ассалам. Ассаламалейкум, Дәулет. Менің жаңа үйімнің кілті дайын ба? Дүние мүлкіңізді шығарып үйді босатып қойдыңыз ба деймін. Ол не үшін? Қалай не үшін? Бүгін ақша беретін күніңіз. Сізде ондай ақша жоқ. Не жоқ? Бар. Бізде барлыға чики-чики ғой, Дәулет. Күтпеген жағдай. Сізден ақшаны алу үшін осылай қинап тұру керек екен, Енді уайымдама. Бұдан бұла қарай ақшаңды уақытылы алып тұратын боласың. Жан бітейін депті, шал. Онда бәрін төлеп тастамайсың ба? Мықты екенсің. Енді жоқ, ай сайын төлеп тұрайын, Дәулет. Бәсе, солай десеңші. Осыған да шүкір. Ата, мына қораптарды қайда қоямыз? Қазір, ана жерге қой. Сен анада қой. Мына екі шарлатан ағып жүр. Біз жұмыс істеп. Мен сендерге не айттым? Ауылдың маңайына жолама дегенім қайда? Жігіттерді шақырып, көздеріңе көк шыбын емелетейін ба? Жоқ болыңдар. Үшкеден санайын. Бәрі. 2. Тоқта, Дәулет. Бұлар еш қайда да кетпейді. Аман ата, сіз сонда мынай 2 алаяққа жақтасып тұрсыз ба?
арттарынан ит жетектедім. Бүгін ауылдан жоқ қылам бұларды. Мен саған бұлар еш қайда кетпейді дедім. Бұлар сонша кім болады сізге? Сонша жақтастыңыз ғой. Бұлар ма? Бұлар менің жиендерім. Жиен. Біздің үйге қонаққа келіп жатыр. Сондықтан бұларға мен жауап берем. Жауап береді. Егер сен ит жетектеткің келсе, мынам менен бастап көрген. Атынан бастан. Кімнен? Жарайды. Ауылдың құрметті ақсақалысыз ғой. Сендік, көндік. Бірақ бәрі чики болсын. Аман ата, мен ескертем. Мынау жиендеріңіз жиендік жасап, ұлыңыз секілді сазға батып кетіп жүрмесін. Сау бол! Пока. Чау. Шау. Самал! Сен бізге шай қойшы. Мына жиендерменен бір жақсылап отырып танысайық. Бәрі қойыз. Ата, енді өзіңіз шешіңіз. Қайсымыз қаламыз? Жағдай былай. Бөлме біреу. Жататын орында біреу. Сондықтан, сол жерге былай сыйысып жатасыздар. Екеуміз ба? Енді. Ой, ата, болмайды олай. Мынау мен жатқан өлгенім артым. Тоқтат! Әлде мал қораға жатқыларың кеп тұр ма? Жоқ, біз... Бірақ былай келісіп алайық. Екеуің бірге жатасыңдар, бірге жұмыс істейсіңдер. Істейміз. Менің айтқанымды мүлтіксіз орындайсыңдар. Орындаймыз. Егер де бір жерден бір менің атыма кір келтіретін болсаңдар, Келтірмейміз. атып өлтірем. Жиен екендеріңе қарамаймын. Түсіндік. Қап болады нағаш ата. Онда жүріңдер шай ішейік. Бастасыншы. Ой. Өмір жалған толған арман тұнып тұрған бәсекеде бақталастық болуы шақырас екен. Қара суда ас екен, құм жиылса тас екен. Мені солай, өмір деген бәсеке. Өмір деген бәсеке. Маубастар, тұрыңдар. Түске дейін жата бересіңдер ме? Сағат 5-тен кетті. Ата, 5:30 ғой. Тұр. Тұрыңдар. Ана қораны тазалап тастау керек. Малды падаға қосу керек. Анау қоқысты шығарып, ошақтың астына от жағу керек. Ең бастысы, осының барлығын оңға дейін бітіріп тастау керек. Сонда не, таңғы ашпаймыз ба? Айналайын, таңғы асты ішу үшін ана ошақтың астына от жақпайсың ба? Микроволновкаға ұста салайық та ата. Біздің ауылда оның да астына от жағады. Болды, көп сөйлемей ана отын жағыңдар. Микроволновканың астына от жағамайды. Бұл ауылда киім түктіру үшін де өтіктің астына от жағатын сияқты ғой. Бастаса. Сен баста. Былай. Жоқ, сен ауыр. Яман орда. Самал, бұған арандақ боласың, қыз балаларға болмайды. Көрейік.
Қалай? Шаршадыңдар ма? Иә. Самалдың отын жарғанына қарап шаршаған шығарсыңдар, ә? Сендердің ауылда қалуларыңды мен мойныма алған екенмін. Демек, сендер маған шындықтарыңды айтасыңдар. Ал, неге келдіңдер? Ата, біз кәсіпкерміз. Иә. Осы ауылда бизнес жасаймыз. Бизнес? Бұл ауылда қайдағы бизнес? Жан-жақтарыңа қарамайсыңдар ма? Түгі жоқ. Шаруашылық дамымаған. Тіпті анау судың өзін көрші ауылдан әкелеміз. 15 шақырым жол жүріп. Ата, бизнес тілінде жоқ деген сөз жоқ. Егер дұрыстап талдайтын болсақ, ауаның өзінен де ақша жасауға болады. Табыстың ең бірінші көзі, ата, мақсат. Алдыңызда отырған мақсат пен қойған мақсат біріксе. Армандаған армандарыңызға жетесіз. Қысқасы, ақшаңыз көп болады. Айтқандарыңнан түк түсінгем жоқ. Бірақ, анау соңғы айтқаның өзі құлаққа жағымдылау естіледі екен. Мектепте өттіңдер ғой. Ата өлік, табыс, жатыс, шығыс, көмектес, септіктерді. Я? Сол секілді, егер менің дүкенімде шығыс болмай, табыс болса, сендерге жатыс болады. Ол енді менің тарапымнан сендерге көмектес болады. Сөйтіп бір-бірімізге септігіміз тиеді. Ұқтыңдар ма? Енді менің байқауымша, анау әкім орынбасарының алдын кесіп кеткен сияқтысыңдар сендер. Егер ауылда қаламыз десеңдер, сендерге ай сайын ақша табу керек. Өйткені оның аузын жабу үшін алдымен қарызын жабу керек. Дұрыс. Ата, бір нәрсе сұрайыншы. Сіз неге оған ай сайын қарыз төлейсіз? Қандай қарыз ол? Ол енді сендердің шаруаларың емес ол. Сендердің шаруаларың ауылдан барып айналымға тауар әкелу керек. Бірақ ақша азғантай. Ата, біресе сат, біресе айналымға ақша жоқ. Кешегі табыс қайда? Айттым ғой, айналайын. Анау әкім орынбасарына айлық қарызымды төледім ғой. Сонда аз ақшаға тауарды қалай аламыз? Ол енді сендердің шаруаларың. Ауадан ақша жасаймыз деген сендер емес пе? Жасаңдар. Ақша табыңдар. Сөйтіп анау айналымға тауар әкеліңдер. Мынау не? Бұл ма? Су сабын ғой. Бірақ бұл мерзім өтіп кеткен. Бұны қоқысқа тастау керек. Тоқтаңызшы. Не? Қанша бұрын ада? Білмеймін, бұрын 4-5 жас жігіт жатыр ау. Бірақ оның мерзім өтіп кеткен. Ол саған ешқандай табыс әкелмейді ол. Керек болса қоқысын бір бөлек, мынаны бір бөлек сатамыз. Немене? Табыс жағын нағыз кәсіпкерге тапсырған жөн. Былай істейін, мен ауылды бір шолып шығайын. Мүмкін мынаны алатын сатушыларын күтіп қалған шығар. Тұр былай. 2 айдан бері өтпей тұрған су сабын енді бүгін өте қояды деп тұрсың ба? Әй шаласыңдар, я. Ата, ауадан ақша жасау оңай емес. Көрейік. Сен не сатасың? Ана 2 жылдан бері жинап болған қоқысты ма? Адам сусыз өмір сүре алмайды. Дұрыс қой. Ал біздің ауыл тұрғындарына ең бастысы не керек? Білесіз бе? Білем. Не ол?
Су? Жаңа айттым ғой. Суды біз анау алыстан бадабозбен алып келеміз. Бадабоз әкімнің орынбасарынікі. Ақша да соның қалтасында су секілді құйылып жатыр. 5 литрін бақандай 100 теңгеге аламыз ғой. Онда біз де су сатамыз. Жігіттер қалайсыңдар? Кілем жуған қиын шығар, я? Жарайды. Мен сендерді кілем жуып берема десем ақшасына. Қанша бересіз? 100 теңге. 500 теңге. Әрқайсыңа. 100 теңгеден берсеңіз, кілем түгілі өзіңіз жуып береміз ғой? Иә, жуып береміз. Мені жақсылап тұрып тыңдап алыңдар. Біздің кілем жуу компания халыққа адал, әрі сапалы қызмет көрсету керек. Бұл бір. Екіншіден, біз бір кілемді 500 теңгеден жуамыз. Ал егер мына су сабынды қолданатын болсақ, онда 1000 теңгеден. Ондай ақшаға кілемді кім жудырады? Одан су сабының өзін ала салмай ма? Бұның өзін біз 700 теңгеден сатамыз. Алдағылар кілемді қайдан алады? Орталықтан кілем сататын басқа ешқандай жер жоқ. Енді былай. Біз кілем жуу компанияны осы ауладан ашсақ. Бірақ мына үйдің иесі келсе ма? Егесі келседі. Келіспесек келістіреміз. Сұлулығы су іздеген. Халық онсыз да 100 теңгеге қиналып жүргенде, мұна 150 теңге дегенің. Ата, сәл сабыр сақтаңызшы. Айтып тұрмын ғой, алады. Су ең басты қажеттілік. Адамның ағзасы 80% судан тұрады. Айналайын. Ана бадабозбенен күнара әкеліп 100 теңгеден сатып жатыр. Енді сен жұртты осы жерге жинап алып сатпақшысың, 150-ден. Сатам. Менің қолымнан келеді ол. Су ішесіз бе? Сізге 70%-ін сатам. Keçer. Бар, бірінші жаса бүгіндікке жарайды. Тез. Уайымдамаңыз басеге, ұшып келем. Көлік ізбер. Тез. Не болды? Қазір оталдырамыз басеге. 20 жыл айдап жүрген машина ғой. Осылайшы. Тағы не оқуды айтсайшы енді? Басеге 20 минут уақыт беріңіз, оталдырамыз қазір. Қашан, айналайын, қашан? Жарты сағат басеге. Қашан? 2 сағат қалды басеге. Қанша? 2 сағат қалды. Бүгін су бола ма өзі? Болады. Ақшасын бесекте тек суға жарытпайтын болыңыздар ғой. Тоқтат! Мәші отырады, суға барады қазір. Қашан оталады ол? Қашан? Бір күн қалды басеге. Бір күн? Қанша? Бір күн бар басеге. Неге басын істейм ба сен? Қандай бір күн? Бала суды қайдан алдың? Аман атаң дүкенден ол жақта сұмыладан. Жүріңіздер. Аман ата? Ісім Семен болсын, Аман ата. Осыдан машина оталмасын, суды өзің арқылы тасыйсың, түсіндің бе? Түсіндім басеге, оталдырам. Аға, мүмкін адаспамен алыса жібереміз. Ой, бар шармен. Ал жігіттер, мені жақсылап тыңдаңдар. Бүгін біз мен ойлап тапқан акцияны ұйымдастырамыз. Алдымен халықты көп жиналмыз қажет. Ол үшін әрқайсың қолдарына бір флайер алып, ауылға тарқап шығасыңдар. Таратамыз? Флайер деген ауылдың тілімен айтқанда өсек таратасыңдар.
Түсінді ма? Иә, осындай көшеде, осындай үйде тұрмысқа керекті сусабын ең арзан бағаға сатылып жатыр деңдер. Әсіресе әйелдерге айтыңдар. Солай айтсақ бәрі жинала ма? Әрине, әйелдерді бар ғой. Арзан деген сөз зомби етіп тастайды. Ал мына жаңа кілемдерді не істейміз? Бұл жаңа кілемдер бүгінгі акциямыздың ең маңызды бөлігі. Мұқият тыңдаңдар. Құрметті ханымдар мен ханымдар, бүгін біздің компания сіздерге мынандай ерекше сусабынды ұсынбақшы. Мұқият қараңыздар. Бұл сусабынның ерекшелігі неде? Біз бұған жауап береміз. Қане? Мынандай кілем әр қайсыларыңыздың үйлеріңізде бар ғой. Бар ма? Бар. Бұндай кілемдер үнемі таза тұрмайды. Кейде бұлар бұлғануы мүмкін. Ол олма. Кейде басқадай заттар жағылуы мүмкін. Иә, бұл ештеңе емес. Кейде краска төгілуі мүмкін. Міне, мынандай жағдай әр қайсыларыңыздың бастарыңызда болмас үшін не істеу керек? Жауап біреу. Ондайда ерекше сусабынды сатып алу қажет. Және кілемді қазір біз суға саламыз. Ал енді көздеріңізді менен айырмаңыздар. Мұқият қараңыздар. Табрака, сим, салабим, хабана! Бұлғау сізден, тазалау бізден. Бағасы бар болғаны 700 теңге. Ал егер де кілемді бізден жудырсаңыздар, онда 20%-ға жеңілдік береміз. Қалай? Барлықтарыңыз жетер, асқаңыздар. Қазір барлық жетер барлықтарыңызға. Айттым мен саған, бұл да түк шықпайды деп. Үй, түрің құрсын. Ата, бизнесте ең бастысы қандай үш нәрсе керек екен білесіз ба? Қандай? Шыдам. Кішкене күте тұрайық, барлығы жақсы болады. Соңыңыз қаншадан? 150-ден. Маған екеуін бересіз бе? Мінекейіңіз 300 теңге. Рахмет. Ооо, ата. Маған да су қалай? Тоқтай тұрыңыз, апа сізге бірінші, міне қанша? Біреу алыңыз. Аға, мүмкін адресманда жібереміз. Ой, кетшері мида шықпай. Қол жүрді деген осы. Әй, сен өзің бар ғой, жолың болғыш бала келсек әй. Тура біз сусата бастаған кезде, Құдай беріп ана водовоздың бұзылып қалғаны қайтшы. Сәттілік қой бұл, сәттілік. Міне қол жүрді. Негіз ата, мен сәттілік дегенге сенбеймін. Қол жүру үшін мына қолдармен әрекет ету керек. Немен айтқан тұрсың сондай? Тура пропорция. Водовоз тоқтаса, сауда жүреді. Водовоз жүрсе, сауда тоқтайды. Немене? Орынбасардың ана водовозы мына бір бөлшексіз көлік емес өлік. Оталмайды. Түсіндіңіз ба? Ей, сен сонда суды қымбатырақ сату үшін водовозды бұздың ба? Иә? Бизнес қой. Бизнесті бүкіл әдіс жарасады. Немене? Ей, сонда біз мына қарапайым халықты алдағанымыз ба? Жо, алдаған жоқпыз ата. Бұл жай ғана тапқырлық таныттық болды. Ей, оңбаған. Сенің ана орынбасардан сонда қай жел бардық, а? Халықтың тиындап жинаған табысын жымқырып. Ата, бұл маркетинг қой. Бұл маркетинг. Бар, кет. Анамның арамыз құныңды көрмейтін болайын мен. Бар жоғы.
Ата, кешіріңізші өтінемін, енді бұл бизнес қой, бизнес болғаннан кейін барлығы болады, енді ондайлар болып тұрады. Ата, кешіріңізші, мен барлығын түсіндім, мен екінші рет қайталамаймын, шын айтамын, кешіріңіз, ата. Қайталамайсың ба? Қайталамаймын. Бұл соңғы ескерту. Болды, түсіндім. Істейтін ісіңді адал істе. Білдің бе? Түсіндім, ата. Егер менің үйімде ары қарай тұрғың келсе, ертеңге дейін ана бата-боз жүретін болсын. Болды. Мына мен көйлегім. Қатын! Қатын! Мынауың не мен көйлегім мынау дегене? Жаңа сусабымен жуғамын. Ойбай! Не ойбай? Дағы не болған? Мен сенен сұрап тұрмын ғой, мынаған не болған деп мынаған. Бағана күндіз керемет жуатын сусабын сатып алған едім 700 теңгеден. Кімде сатып алдың? Дұрыс жумайтын сусабын екен ғой. Сен ба? Ана сусабын сатып жүрген? Иә, мен. Ана менің ақшамды қайтарасың, үстінен айыппұлыңды да төлейсің, ұқтың ба? Мына сусабын дұрыс қолдамаса кейде кері әсерін тигізуі мүмкін. Тигізді. Бүкіл көйлектерін бытшын шығарды. Көйлек? Той, мен түсіндіріп айттым ғой. Бұл көйлек жууға арналмаған. Бұл тек қана алаша мен кілем жууға. Жуатын зат қой болды ғой. Берші. Немене? Міне. Only for clothes. Не деп тұр? Яғни киім жууға арналмаған. Немене clothes? Only clothes ме? Солай. Бопты, жарайды. Осы жол құтылдың сен бар ғой. Бірақ келесі жол қулығыңды ана бетіңе батса мен сен. Сіз үйтіп қорқытпай қойыңыз. Менің бизнесім бәрі заңды. Құжатым да бар қажет десеңіз. Менде де бар құжатым. Бопты, жарайды. Бірақ байқа. Байқаңдар Жөнделмеді. Мына көлік бұзылғаннан бастап, шалдың дүкенде су сатыла бастады. Бұл жайдан жай емес. Мен оларға көрсетем. Отырыңыз бір нәрсе қылып. Мен дүкенге кеттім. Не қарайсың? Ой, қоймадың ғой, әкел бар адыраспаңды. Қазір. Ал, машинаң дөңгелең тоқтамай жүріп тұрсын балам. Ал, мынаны бетіңе бүйтіп сүйкеп, мына. Үйде адыраспаңда жүру керек. Ақшаға сатып алған суды тегін таратып жөн үрдімейсің? Ана бос ыдыстарды не істемекшісің? Ата, бадавозды жүргіз дедіңіз, көндім. Ол суларыңыз бәрібір өтпейді, 150-ден. Енді ақша табудың амалын істеп отырмын. Енді бекер далаға шашып бергеннен көріп пайда істейсің де? Ал, бақылашкаларды не істейсің? Үй жаласың ба? Қайтадан суға толтырып, су сатам. Бадавоздан кембіз ба? Түкке түсінсен бұйырмасын. Алжыған мен бе, сен бе? Арамдық нақша табайын деп жүрсіңдер ме? Түсінбедім. Бәрін түсініп тұрсың. Не, мен ақымақ деп жүрсіңдер ме не? Егерде мәшине бұзылмағанда... Басеке, машина жөнделді, мен суға кеттім. Көліктеріңіз бұзылып қап кетті ме? Жоқ. Жаңа жылан жұмыртқаласын. Бұзылған жоқ? Ана жаққа қойсын. Кетті бұлап. Ассалаумағалейкум, тәке. Уағалейкум ассалам. Ұста, не болды? Ауылдың бәрін шулатып, су сабын алыңдар деп. Ауылдың әйелдерін бір мақтап жатыр ғой су сабыныңда.
Ал, көрейік су сабының қандай екен. Алып келдім кілемімді. Дәке, мұна кілеміңіз керемет кілем ғой? Мен анау кілем ұстамаймын ғой. Қанша бағасы? 3-4 мың доллар тұрады. Өзім барып алып келдім. Өзім. 3-4 мың доллар. Қанша мың? 20 мың теңгеден. Дәке, мұнандай кілем бүкіл ауылда жоқ қой, тек қана сіздікін. Не деген қымбаттың. Қалай қолға түсіріп жүрсің мұнандай кілемін? Ең құтылып көрмейін. Не істеп жатсың? Тұра тұршы, қылмыстың бетін ашақ деп жатырмыз. Ал кетірсін. Нені кетірсін, не істеп жатсың деймін? Кетірсін жананы, кетірсін. Нені кетірсін деймін? Ал кетірсін, ана кірді. Кешіріңіз. Қандай кірді? Міне. Кімдің кілемі екенін білесіз бе? Кімнің кілемі? Менің кілемім, менің. Не істедім мұнаны? Не істедім мұна кілемді? Мұнаны тіліңмен жаласаң да, ертең тазалап әкелесің. Егер де осы жерде жұмыста қалғың келсе, қаңғы жіберемін ауылда. Түсінің ба деймін? Түсінің ба? Қанша тұратын білесің ба мұна кілемнің? Білем. Қанша? 3-4 мың доллар. Түсінің ба? Түсінің ба деймін саған? Теңге ма? Доллар! Мұнаны тазалайсың. Кілемім, кілемім. Мәсірдегі кілемім берім. Айтпайсың ба? Әкімдікі деп. Сіз сұрамайсыз ба? Кімдің кілемі деп? Қанша мың деді? 3-4 мың доллар. 3-4 мың доллар. Не істеуге болады, айналайын уақыт. Айтшын, бірден істеуге болады ғой. Жарай, тұра тұрыңшы. Шешілмейтін мәселе жоқ. Шешуге болады. Бола ма? Болады, тазалауға болады. Ол үшін бар ғой. Бірақ қымбат су сабын керек. Мейлі қымбат болма. Ол су сабын 50 мың теңге тұрады. 50 мың? Олда әкімге барыңыз, 3-4 мың доллар төлеңіз. 3-4 мың. 50 арзан, Піспейсің, қарызға болмайды? Жоқ, болмайды. Жарайды. Болды, кестік. Кетеді ғой? Кетеді. Шынымен кетеді ғой? Ертеңге дейін тура жап-жаңа күйінше дайындап қоямыз. Шын ғой? Кетеді ғой. Кетірі. Ақшасын кешкісін әкет берем. Ата, дұрыстап түсініп алыңыз, қараңыз. 5 литрлік бір су 150 теңге. Мен жанына тағы да 5 литрлік суды тегін берем. Онда жақын қандай пайда? Енді тегін деген сөз адам жақсы қабылдайтын сөз. Енді сезім сондай. Орынбасардың суынан әрі арзан, әрі ұтамыз. Енді мен бұлар тегін әкеліп отырмын ғой. Мынау жақсы екен, бірақ қазір халық суды анау әкімнің орынбасарынан алып жатыр ғой. Оларды мұнда қалай шақырамыз? Ата, маған сеніңізші. Тыңдаңыздар, Аман атаның дүкеніне барыңыздар. Ол жақта акция болып отыр. 5 литр су 150 теңгеден. Біреуін алсаң, біреу тегін береді. Аман атаның дүкеніне барыңыздар. Адамдар қайда? Шалың дүкенде. Тағы да мәшіне бұзылды ма? Жоқ, олар 5 литрді 75 теңгеден сатып отыр. Ал сен 5 литрді 50 теңгеден сат. Соған басың жетпей ма? Басеке, не деген ақылды адамыз? Мен болмасам не істер едіңдер, а? Жаз бар 50 теңгеден деп. Жылдам. Міне, енді барып дүкеннен тауар алуға да болады. Басшысы жасалған істен нәтиже шыққаны. Судың барлығын сата алмасақ та, бадабоздың бағасын 2 есе түсірдік. Ісіңді адал атқар. Түбінде табысқа кенелесің. Жұртқа пайдаң тимесе, ең болмаса кесірің тимесін.
бұл жолы өзімізге де өзгеге де пайдамыз дейді. Бүгінгі күннің басты жеңісі түскен табыс емес. Ең бастысы, біздің арқамызда сатылатын судың бағасы төмендеп, жұрттың бір жүгі жеңілдеді. Осыдан артық қуаныш бар ма? Жаным. Не? Бір нәрсе айтсам, ұрыспайсың ба? Қойшы басты қатамай. Ұрыспайым деп айтшы. Ал, ұрыспайым, не? Әлгі сусабын... Тағы да сатып алдың ба? Жоқ, сусабын киімді дұрыс жуады екен. Мен... Онда неге мен көйлегім кір? Мен байқамай құртып қойыппын өзім. Сен анау құртқан жоқ. Сонда 50 мыңға қораға сен мен кіргісің? Сен ұрыспайым деп айтқансың. Мен айта берем бе? Тоқта бер қалай. Өмір жалған толған арман тұнып тұрған бәсеке. Бәсекеде бақталастық болуы шақырыс екен. Қара суда ас екен, құм жиылса тас екен. Міне солай, өмір деген бәсеке. Өмір деген бәсеке. Тұрышын, Жарай бұлай, үстіне бақтырсы емес бұлай қарай. Ақсат! Арман! Қолдарын жуыңдар үй. Жарайды, мынау жұмыс істей береді мен өзім. Бүгін ақыры үйде жатыр екенсіңдер. Мен сендер құр жатпасын деп жұмыс тауып қойдым. Қандай жұмыс? Мен кез келген жұмысқа дайынмын ата. Консалтинг, мониторинг, конкулетинг, бәрібір. Сен осы кинг-конг қоя тұршы. Мен саған қыздың жұмысын айтып тұрғам жоқ қой. Дұрыс айтасыз ата. Негізі нағыз еркектің тәуекелге баратын жұмысы керек. Мысалы, менде стартап бар. Немене? Стартап. Стартап? Иә. Аузыңды жап. Мен сендерге адам түсінетіндей, тіпті малдың өзі түсінетіндей жұмыс айтып отырмын. Қора тазалау тинг. Иә. Қора тазалағанымыз үшін малдар рахмет айтатын шығар бізге. Рахмет айтпақ түгілі. Жалақы беру керек бізге. Жалақыны кешке қарай етпен, сорпамен береміз деп отыр. Кімдер? Малдар. Көп сөз. Қораның ішінде көбейіп кетіпті. Соны тазалап жасаңдар, жарай ма? Ал мен мал базарына барып қой сатып келейін. Қандай қой? Бізде қой жоқ еді ғой. Бізде жоқ. Көршіде бар. Көршінің қойын сатып келем. Жоқ, олар неге өзі сатпайды? Олар басқа жаққа көшуге дайындалып жатыр. Сонда сіз сол қойдан түскен табыстан 10%-ін сіз аласыз ба? Ой, қалалықтар-ай. Кез келген істен бір пайда тапқыларың кеп тұрады. Жай ғана былай көмектесу деген болмай ма? Тегіннен тегін ба? Құр босқа ма? Ауылды жерде қол ұшын беру, көмектесу дейтін ұғым бар. Кейде жұмысты рахмет үшін істеуде керек. Ал көршінің рахметі жаман емес. Қойларын сатып берсем, бір қой өзінде қалады. Ата, сіз өмірде менеджер болды ойлап көрдіңіз ба? Немене? Менеджер. Ол немене? Мысал былай, сіз жаңа қойларды базарға апарып кіргізесіз. Иә. Өзіңіз бір шетте шалдармен шай ішіп, әңгімелесіп тұра бересіз. Ал сіздің қойларды арнайы сатушы келіп сатып береді. Ал ол арнайы сатушыны мен аспаннан алам ба? Аспаннан іздеп қайтесіз? Алдыңыз отырған жоқ па? Яғни маған тапсырсаңыз, мен барлық қойды бір уақытта сатып жіберем. Ал қораны кім тазалайды? Мақсат? Тапқан екенсің сен. Ата, сіз ішінен шіріген ағашты көріп, ар жағында тұрған жемісті ағашты көрмей тұрғаныңыз қандай өкінішті. Сізге осылай әдемі сөйлейтін адам керек па, жоқ әлде қойларыңызды сатып беретін адам керек па? Сонда сен бе жеміс ағашы? Енді сен қарағашсың. Болды, тоқтатыңдар. Жарайды.
екеуің де барасыңдар мал базарға. Бірақ кімнің табысы кем болса, сол қораны тазалайды. Келіспейміз. Керек жоқ ғой. Болмайды. Не жарайды? Олай болса, екеуіңді қора тазалаңдар барып. Мен келсем? Жоқ, мен бағана кесіп қойдым. Олай болса кеттік мал базарына. Ал Самал сен анау дүкенге еге бол. Жарай ма? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Не аласыз? Маған нан. Сосын? Сосын мен сізді кешке мейрамханаға шақырсам деп едім. Мейрамхана? Иә. Мен кешке таман мейрамханада романтикалық асты ішкенді ұнатамын. Ал мен ер азаматтармен кешкі ас ішпеймін. Кешкі ас ішпейсіз ба? Онда ертең кешке мейрамханаға барайық, түскі ас ішейік. Сіз түсінбедіңіз ау. Мен танымайтын адамдармен ешқайда бармаймын. Тамақтанбаймын. Бұлайша? Сіз Дәулет аға. Танитын адамдармен де ешқайда бармаймын. Дәулет аға демеш? Дәулет демеш? Дәулетик деп еркелеш? Дәулет аға. Қош? Онда Дәулет. Сіз өзіңіздің де, менің де уақытымды босқа кетірмей-ақ қойыңызшы. Жарай ма? Жарайды. Маған бір шоколад берші. Иә, бәрін түсінем. Саған уақыт керек. Содан кейін сен де мені жақсы көретін боласың. Онда былай дейін сізге. Егер сіз ауылдың жағдайын ойлап, өзіңізді жақсы жағынан көрсететін болсаңыз, мен ғана емес, сізді бүкіл ауыл жақсы көретін болады. Саған, сау бол. Жақсылап ерсе сақтап алыңдар. Бір қойдың бағасы 15.000 теңге. Баған төмен түсіруге болмайды. Білдіңдер ме? Ал егер оған келіспесе қайтеміз. Келіспесе? Келіспесе, тағы да көтересіңдер бағаны. Сен ана жерге тұр. Ал сен арғы жағына тұр, жарай ма? Ал, болды, мен базардан қайтып келе жатып тексерем. Кіргізіңдер қойды. Айда. Осы жерге қара жіппен келдің, иә? Ой, сандуға шапай қылмаңызшы. Бәрі біледі ғой мен қара жіппен жүретінімді. Маған оны әруақтарым айтып отырады. Әруақтарыңыз айтқыш болса, мен не үшін келдім, айтыңызшы. Сен бұл жерге өзіңе өте маңызды сұрақпен келіп отырсың. Ана жерде жазылып тұр. Сіз бәрін көреді, білет, естейді деп, рас па? Иә, дұрыс. Жарнаманы өлтіріп жіберіпсіз. Қаладан келген балалардан үйренгеніміз ғой. Не болды? Қандай шаруа? Бір қызға ғашықпын. Сол қыз мені байқап, ұнатып қалса деймін. Ол қызды дуалау керек пе? Жоқ, жоқ. Иә, дуалау керек. Онда бұл мәселемен дұрыс келдің.
талай адамды бақытқа алып келіп, талай жақсы отбасының құрылуына ықпал еттім. Рас па? Енді мен не істеймін? Сен маған ол қыздың суретін алып келе. Ой, ол сурет сала алмайды. Жоқ, қыздың фотосын алып кел. Сосын бастаймыз. Қайдан әкелем? Ол енді сенің шаруаң. Енді сіз әруақтарыңыздан сұрамайсыз ба? Мен қайтып алады екем, қашан алады екем? Қалжыңға. Жарайды. Қой аламыз, қой. Ерекше күтім жасалған ғой, келіңіздер мырзалар. Диеталық тағам ұсынылған, әрбір қойға индивидуалды көзқарасы бар, ерекше қойлар. Келіңіздер. Мырза, келші ұстап көріңіз мені. Семіз қой мынау, басқа қойға ұстамайды. Келші мені. Ұстап көріңіз. Бұл қой бар ғой, мырза. Таңертеңгісін шөп, түсте жем, кешке цезарь салатын жеген ғой. Келіңіз мырза. Бұл кәдімгі қойдан ешқандай айырмашылық жоқ қой? Басқа қойлардың денсаулығына кепіл боласыз ба? Кепіл бола алмайсыз, дұрыс қой. Қаһарлы Антарктиданың суығынан әдемі пальто емес, осындай тексерілген қойдың тонын сақтайды. Ал мен сізге тексерілген қойды ұсынып отырмын. 15 мың болды, одан артық сұрамай. Ай, бауырым, әңгімені жіберіп қояды екен. 15 сәл. Жоқ, 15 мың. 15 мың. 14 мың. 15. Жарайды. Ай, бәрекелді. О, ал бауырым. Рахмет бауырым, рахмет. Берекелі болсын, рахмет. Мына әдемші кімге Келіңіздер, қой аламыз. Мына қой 20 мыңнан, мына қой 17 мыңнан. Бұл қойдың басқа қойдан ерекшелігі иісімен және етінде. Ескек көрші бауырым. Мына қойдың үстін ерекше әтірдің иісі шығып тұр. Көрдің бе? Қалай екен иісі? Жақсы иісі. Мына қой бар ғой. Анау Альп тауларының оңтүстік беткейіндегі Франция жайлауларының көкмайса шөбіне жайылып өскен қой ғой. Көкөшенен өзінің сол әтірлерін сол көкмайса шөптің өсімдіктеріне жасайды. Қарашы, керемет емес пе? пенсияға жыл бар, мен сатамын. Қанша дейсің аға? 17 ғой. Алыңыз аға. 17? 15 болсын. 16. 15 аға. 16 болсын. 15. Сауда ғой, сауда. Жарайды. Бізден шығар. 15 деді. Саудаңыз жүрсін. Рахмет. Ой емес пе? Тағы да сіз бе? Онсыз да жұмыс көп. Мен сізге бір шұғыл жұмыспен келіп едім. Сонда ол жұмыстың маған қатысы бар ма? Әрине қатысы бар, әрине. Мынау біздің жыл қорытындысы бойынша ауылда беделді қызметкерлерді мақтау тақтасына шығару керек болып жатыр. Сол себептен мен сізді суретке түсіріп алайын, болмаса маған бір суретіңізді берсеңіз, өтініш. Тоқтаңыз, жыл қорытындысы дейсіз бе? Бірақ жылдың аяқталуына біраз уақыт бар ғой. Сіз неге мен ол жаққа, мен жай ғана дүкенде сатушымын ғой. Міне, қандай керемет. Сіздің осы қарапайымдылығыңыз бүткіл ауыл сізді таниды, бәрі сіздің алдыңызға келеді. Демек, сіз қамқоршысыз ғой ауылда. Енді дұрыс қой. Ауылда не бар, ұшақтық дүкен бар. Ол маңызды емес. Бүткіл ауыл сізді сұрап жатыр. Сіз сол тақтаға лайықты деп жатыр. Жарайды. Онда ертең түссем бола ма? Боянып, киініп. Жоқ. Қазір түсіңіз керек. Сіз бұлайша әдемісіз ғой. Сол себептен мынау сіздің қарапайымдылығыңыз, қарапайым киіміңіз дәп сол тақтаға келіп тұр. Болады ғой суретке түсіруге. Жарайды. 1, 2, 3. Міне. Өзіңіз айтқандай суретін алып бердім. Так. Өте әдемі қыз екен. Кім есімі? Самал.
Самал. Қайда жұмыс жасайды? Ауылдағы дүкенде. Тұрмыс құрған ба? Баласы бар ма? Я. Жоқ ей. Не айтпайсыз? Жай әзіл ғой. Жақсы, жарайды. Процедураны бастайық. Сен енді Самалдың қасына барып, біресе оң көзіңді, біресе сол көзіңді, сосын оң көзіңді қысыңқыра. Тұрсаң, магия әсер етеді. Сосын бір букет гүл, конфет, шарап және 10.000 теңге ақша керек саған. Жоқ. Гүл, шарап, конфет түсінікті. 10.000 теңге не қажеті бар? Менің жұмысым үшін 10.000 теңге. Көп емес пе? Енді өзің білесің. Махаббатты сатып алуға болмайды. Жарайды. Маңыз. Қой. Есіңде болсын. Көздеріңді қысқанда ғана менің дұғам әсер етеді. Келіңіздер, мырзалар, қой аламыз 14.500 теңге. Келіңіздер, көріңіздер, мырзалар. Келіңіздер, 14.000 теңгенің қойы, 14.000 теңгеге аламыз. Мырзалар, 13.000-ға қой аламыз, келіңіздер. Келіңіздер, көріңіздер, 13.000 теңге. Келіңіздер, 12.999. Аға, келіңіз, мен сізге 11-ге берем, аға. 11-ге берем, қараңыз, қандай сейміз. Келіңіз, аға. Аға, 11 қайдыз, күн бар. Менде 10.000-нан бар. Тоқтайды, сөз қойым сошы, мен сізге 10-ға берем. 10-ға берем, бола ма? Аға, менікен 9-ға алыңыз. 8-ге берем. Мен де 8-ге берем, аға. Сенен де 8 бол. Болды, аға. 11 болды. 8-ге берем. Өзің сатып бермесін. Аға, неге сатылмайды? 15-ге. Сатылмағаны қалай қазір ғана 8 деп едім ғой. Сенікі алам маған. Аға, кешіріңіз, мен де 15-ге сататын болдым. Неге? Қазір ғана 8 деп едіңдер ғой. Аға, өзіңіз білесіз ғой, теңге бір түс бір көтеріліп отыр. Баға секунд сайын ауысып тұрады. 15.000-ға берем. 20.000 болды. 8-ға бер, жаңа айтып едім ғой. Жоқ, 15.000-ға берем. 15.000 қалыңыз аға. Қазір келді. Қойшы сендер. 20. Келіңіздер, қоя аламыз. 15.000-дан өте арзан. Самал, мені көп күттің ба? Мүлдем күткен жоқпын. Біз екеуміз бақытты боладымызды сездің ба? Нені? Бақытты боладымызды сездің ба деймін? Сіз сонда маған көзіңізді қыссаңыз, бақытты бола саламыз ба? Уақыт болды. Уақыт келді. Уақыт келді. Түсінбедім, сіз массыз ба әлде бұл нашар әзіл ме? Маспын, Самал. Мен маспын. Мен махаббатқа маспын, Самал. Махаббатқа маспын. Участковыйға хабарласу керек қой дейм, я? Жоқ, ешкімге хабарласпай қойыңыз. Әзіл ғой. Сағат 5 болыпты. Жұмысқа кел. Көп рахмет, аға. Берекесін бердің әлің. Рахмет. Көлігіңіз қай жетер? Аяқта тұрген салып бересің. Аға, қазір жігіттер жеткізіп береді. Жігіттер! Аға, жеткізіп беріңдер. Аға, некен мынаны болмаса. Болды, аға, 15.000-ға жарай ма? Жарайды, болды. Бәрекелді.
Береке қызы, береке қызы. 15-ке. Сосын аласыз, келесін. Аға, келесіде қой керек болса, мына мекен жайға хабарласыңыз. Егер менен қой сатып алсаңыз, жеткізу тегін бізде. Келесіз қой. Рахмет. Қой аламыз, келіңіздер, қой аламыз. Арзан. Ерекшеленейін дедің. Қазір мен саған көрсетемін. Менде ертең ақша жоқ қоланайық. Тауар сатылымға дайын. Сіз менімен ойнайын дедіңіз ба? Қайтарыңыз ақшаны. Не болып қалды? Қайтарыңыз ақшаны. Не болып қалды? Ешқандай магия жұмыс жасаған жоқ. Ана қыздың алдында тұрдым, клоун болып, маймыл болып. Ол қызды өзіме жақындатам ба деп едім. Одан сайын алыстатып алдым. Не істейміз енді? Біліп едім. Нені? Бәсе, бүтін энергия барын сездім. Айтыңызшы, қандай энергия, не айттыңыз? Бұл дұға ол қызға әсер етпейді екен. Сенің самалыңның аурасы мықты екен. Самалың басқа қыздар сияқты емес. Иә, басқа қызға ұқсамайды. Бекерден ғашық болмаймын ғой. Біліп едім, ерекше қыз екен. Енді не істеймін? Енді бір тәсіл бар. Ол қара магияға жатады. Мен бәріне әзірмін. Айтыңызшы, не істейін? Міне, бұл ішіне қоспа қосылған су. Осы суды ішкізсең, самал сенікі. Бірақ бұл суды ішкен соң дұға 3 сағатқа ғана жетеді. 3 сағаттың ішінде сен келіп, тезірек сүйуің керек. Ой, рахмет. Рахмет сізге көп-көп. Рахмет болғанда, бағасы 15 мың. Қымбат емес па? Ашуланба, балам. Махаббат деген енді... Жарайды. Мәңіз. Жақсы, рахмет. Неге мен мына суды ішуім керек? Бұл судың адамға деген өте пайдасы көп. Ауыл тұрғындарына бәріне тараттым, ішіп бағасын беріп жатыр. Сен де іште бағаңды берсең. Бірақ мен қазір ішкім келіп тұрған жоқ қой, түсінсеңізші. Жоқ, мен саған қазір іштеп тұрған жоқпын. Мен 1 сағаттан кейін айналып келем, ішіп бағасын берсең, болды. Мырзалар, бекер қарап тұрмаймыз. Келіңіздер, көріңіздер. Басқа қойлар қой шығар, дәл менікі ерекше. Австралиядан келген қой. 20 теңге. Мә, ұстап көріңіздер, қандай семіз. Көріңіздер. Австралиядан келген дейсің бе? Иә, Австралиядан келген қой, аға. Түрі түспей еті бар шығар мұның. Аға, қалжың бас екен. Мырза, өзіңіз көресіздер. Міне, ұстап көріңіздер. Бар болған 20 мың теңге. Одан артық сұрамаймын. Аласыз ба, аға? Тұра тұрыңыз. Ой, бауырлау. Қанша дейсің? 20 мың. Осы қой көптен бері іздеп жүрдім. Бағасы да қымбат емес екен. Алам 20 мың. 20 мың аласың ғой? Алам 20 мың. Кезекте біз тұрмыз ғой саған ағам, бірінші сұрағам, бауырым, сен ренжіме. Аға, 20 мың аласыз ғой? Берекесіз бе? 20 мың аласыз ғой, аға? Ол ешкімнің көңіл қаяу жоқ қой, аға? Берекесіз бе? Аман бол.
Келіңіздер, қой аламыз, соңғы қой қалды. Келіңіздер. Арзанға берем. Қалай болды мен көмектескенім, а? Менде мына соңғы қой қалды. Аманата келгенше екеулеп сатып жіберейік. Маған көмектес. Мен сенен көмек сұраған жоқ. Сен, мен саған көмектестім ғой? Мен жеңдім. Балалар, қалай? Қойдың сатылымы қалай болады? Ата мен қойдың барлығын саттым. Міне ақшасы. Ата менде бір қой қалып кетті. Дұрыс қой енді. Ол сатылым үшін менің ақым. Сонда кім жеңді? Мен жеңдім. Кім көп табыса келеді, кім көп ақша кел сол жеңетті. Сен енді қора тазалайсың. Сен ақша таптың. Ал сен үйге табыса келдің. Демек екеуміз де тең. Демек екеуіңді қора тазалайсыңдар. Ал, кеттік. Жолдан самалды ала кетуіміз керек. Ана малды тиіңдер. Кеттік. Самал. Қызым, кеш боп қалды. Ана заттарын жинастырып, реттей бер, жарай ма? Қазір 10 минуттан кейін дүкенді жауып шығамыз. Сені алып кетуге келдік қой. Жарайды, ата. Ой, мұна судың қалай ыңғайлы тұрғанын айтсаңдаршы, а? Кім? Арман, бір 3 жұты салшы, су ішейік. Шөлдеп қалған шығарсыңдар. Мен де бір шөлдеп тұрмын. Кәне, әкел. Ай, шіркін ая. Таласпаңдар. Осылай жұмысты аяқтағаннан кейін бір судың дәмін сезіну дегенде... Дәкі, ассаламағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ой, Дәулет. Сен өзің бүгін сәнделіп киініп апсың ғой өзің, а? Шаруаңыз болмасын. Мен кеттім. Кеткен несі? Қалмайсың ба? Мүмкін менен көмек керек шығар. Самаңыз! Мен ондай емеспін. Ай, әкім болу да оңай емес ау деймін, а? Өмір жалған толған арман тұнып тұрған бәсеке. Бәсекеде бақталастық болуы шақырыс екен. Қара суда ас екен, құм жиылса тас екен. Мені солай, өмір деген бәсеке. Өмір деген бәсеке. Дұрыстап мал бағайын десең де тыныштық бермейді ол. Жол құрпалды ма керек? Ой, бұра тамағымды да. О, безавет бапты ғой мен мұны. Еттек пе? Ой. Ешекті тасбақ. Доллар көтерілді. Әр флакты енді 2-3 теңгеден сататын боламыз. 2-3 теңге қымбат емес пе? Қымбат емес. Судың да сұрауы бар.
көрірем 15 шақырымнан су тасығандарын. Доллар қымбат. Жарайды, 200 болса 200 болсын. Бүгінгі күн қандай тамаша, күн жылы. Самалдың салқыны бетін сипаса ғой. Салқын самал балдайларым, лалай 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 лала, лалалала. Қалайсың Самал? Жақсы. Тоқтаса. Арықтың суын жағыласың, мен саған бұлақтың суын берерім ғой. Бүгін кешке кездесейік. Шәлегіңді суға толтырып жіберейін. Не істеген не? Істеген өкінесің, түсіндің бе? Иә, қатты өкініп тұрмын. Екінші шелегімді іші салым керек еді. Самал! Самал! Өкінесің осы істеген, түсіндің бе? Не керек саған? Әкел. Көмектесейін демейсіңдер, е? Жаңа ғана Дәулет айтып тұрады ғой. Шелегіңді суға толтырып үйіңе дейін апарып беремін. Ата. Оу. Ана жақта бір топ адамдар әдемі киініп алып бір жаққа кетіп бара жатыр. Концертке кетіп бара жатқан жоқ па? Қайдағы концерт? Ана Жұмабайдың қырқына бара жатырды. Мен ендеше концертке кетіп бара жатыр екен деп қоямын. Бұл ауылда концерт болмағалы қай заман. Анда-сандан ау. Еркін ішіп алып концерт қоятыны болмаса. Сонда ауылдағы жалғыз артист Еркін ба? Ішіп алғанда. Ата енді әр ауылда клуб, мәдениет үйлері деген болмаушы ма еді? Үй бар, мәдениет жоқ. Түсінбедім? Болған баяғыда мәдениет үйі. Бір жағында кино, екінші жағында дискотека болып жатушы еді. Қазір бәрін жауып тастады ғой. Қазір анау ғимараты ғана тұр, қаңырап. Сонда ауыл тұрғындары бос уақытында қайда барып демалады? Қайда барушы еді? Мынау аудан орталығына барады да. Сол жерде кино да, дискотека да, клуб та бар дейді ғой, әйтеуір. Сонда ішкі қаражат сыртқа кетіп жатыр, е? Менің ақшамның барлығын ауыл тұрғындары ауданға жұмсайды деңіз. Сенің ақшаң? Біреудің қалтасындағы ақшадан нелерің бар, ей? Жүгірмектер. Уақытша елдікі. Түбінде менікі. Мынау не дейді? Көшеге барып қайыр тілейін деп жүрген шығар. Күл. Бірақ көресіздер. Осы ауылдың тұрғындарының барлығы сол ауданға жұмсаған ақшаларын түбінде менің қолыма әкеліп санап береді. Оны көреміз әлі. Қой. Ой, сендермен отырып уақыт өткізіп жатырмын ғой. Анау өткенде құдалықтан киіп келген бір костюм бар еді. Соны киіп Жұмабайдың қырқына барып келейін. Жақын арада басқа садақа жоқ көрінеді ғой. Біздер ата... Сендерге бір-екі бауырсақ әкелермін. Тие берсін деп жейсіңдер ғой. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Кешіріңіз, Дәулет Байтасұлына кіріп шыққан болды ма? Менен кейін кіресің. Қандас былай істейік. Сіз мынамен шеше тұрасыз, мен бірінші кіріп шығамын. Кезек өз қалпында қалай берсін, не қашыз? Былай істесек қалай болады? Дәулет Байтасұлын алған болатымын деген мен... Так, тоқтаңыздар, алмаған. Біздің атымыздан қабылдағыңыз? Негізі бүгін Дәулет Байтасұлы жоқ. Қалай? Неге жоқ? Бағанадан бері неге айтпадыңыз? Өздеріңіз сұрадыңдар ма не? Сұрамадым ба? Сен маған әңгіме айтпашы. Қайтып бересің шығарнас. Бағанадан бері Марда мен жоқ деп айт дегенім қайда? Мен айтқам өздері ғой. Өмір сүйтесіңдер. Жұмыс басталар кезде. Дәке. Уақытым жоқ. Дәке негізі. Осы емеспін мен. Дәке, бірақ мен. Ұйықтауым керек, тойыс. Жұмыс жасауым керек мен. Түсіңізде де аянбай жұмыс істейтініңізді білеміз. Қандай түс? Түсте де аянбай жұмыс істеген ғой. Олың дұрыс. Дәке, кешіріңіз, сол жұмысыңыздың кішкене ғана уақытын маған қисаңыз, жұмысыңыздың алға басады. Дәке, мынаның мылжың тыңдап тұра бергеннен гөрі менің кішкене көңіл қонымды ойларымды тыңдасаңыз, нұр үстіне нұр болады. Дәке, бірінші мені қабылдаңызшы, Дәке. Дәке, кешіріңіз, мынаның мылжың тыңдағанша конструктивті ойларды тыңдағаныңыз абзалырақ. Жоқ, Дәке, бірінші мені қабылдаңыз, өте дұрыс. 5 минут берем. Бірге кіріңдер.
Уақыттарың кетті. Дәке былай, мәселе мынада. Біздің ауылда бос уақыт өткізетін жер жоқ. Жастардың барлығы көңіл көтеру үшін көрші ауданға барып жүр. Өзіміздегі қаражаттың барлығы шет мекенге ағылуда. Ал егер де сол орталық өзімізде болса, ақша осында қалады. Екіншіден, жаңа жұмыс орындары. Үшіншіден, мәдениетті жүзеге асыру бағдарламасы. Төртіншіден, инфраструктура. Бесіншіден, 4-ақ минуттарың қалды. Дәке, біздің ауылда көңіл көтеретін билеуге ыңғайлы мәдениет орны бар ғой. Иә, соның бір шетін маған берсеңіз, мен би арнамы жасаймын. Кинотеатр жағын мен алсам. Осының барлығы көп емес. 1 миллиондай қаражат керек. Жоқ. Негізі реконструкцияға жарты миллионда жетеді. Жоқ. Жоқ, дәке, осының барлығын 200 мың теңге шығуға болады. Жоқ. 100 мыңға да қанағат. Жоқ. Қыса 50 мыңға жасаймын. Жоқ. 20 мың. Жоқ. 10 мың. Жоқ. Жолға 500 теңге. Жоқ. Жарайды, ақшаңыздың қажеті жоқ. Егер де маған ғимаратты берсеңіз, ремонтын өзім жасаймын. Жоқ. Проектор мен орындық берсеңіз болғаны. Жоқ. Қарызға. Жоқ. Біз сізге ақша төлейік. Уақыттарың бітті. Чау. Дәке, неге болай? Мәдени орталықтарды көтеру керек қой, дәке. Ол ешқандай мәдениет орталығы емес. Ол тарихи мұра. Кеңес кезіндегі қалған ескерткіш, оған тиісуге болмайды. Түсінесіңдер ма? Дәке, жақсы емес пе? Қайта жастар демалатын болады. Қайдағы жастар демалсын? Жұмыс жасасын жастар, пенсияда демалады. Ауылға, кинотеатр мен клубтың не пайдасы бар? Енді маған не пайдасы бар дегенім бар. Ойлаңызшы, керемет емес пе? Жастар қол ұстасып кинотеатрға барады. Махаббат, романтика. Вальс, романтика, ғашықтар. Мысалы, сіз бен Самал вальс билеп жүр. Самал дейсің ба? Иә, онда тұрған не бар? Ол мені жек көреді ғой. Кім? Самал? Жоқ қой, қайдағы жек көрген, қайда жақсы көреді. Олардың жоқ деген сөз, иә деген сөз. Иә, дәке, сіздің сыртыңыздан қалай қызыға қарағанын көргенбіз. Ол елдің көзінше жоқ дей береді, өзінше ол. Ауыл сізге сынап жүр. Ауыл келіспей қойса қайтем. Кім? Самал ма? Ойбай, ол келіспей қайда барады? Ол жағынан қам жемеңіз. Негізінде ол сізбен кездескісі келеді. Иә. Вальс, би билеп, кино көріп дегенде. Тек білдіргісі келмейді. Шын ба? Шын, дәке, ол олма. Сіздің атыңызды түсінде талай рет айтқан. Мен де солай естігем. Онда келістік. Сендерге 3 күн уақыт берем. Бәрі чики-чики болатын болса, аржан көре жатармыз. Болды, келістік. Самалдан кеп жүрмендер. Қорқпаңыз, чики-чики қыламыз. Кеттік жіктер.
Қысқасы былай, бізде 3 күн уақыт бар. Бір күннің ішінде мынаның ішін жақсылап тазартып, безендіріп, лаунж-барға клубқа айналдырамыз. Бірақ оның бір күнде істеу мүмкін емес қой. Неге мүмкін емес? Ойлашы. Өмірде сен ойлағаннан да биік таулар болуы мүмкін. Сен елестеткеннен де түпсіз терең тұңғиықтар болуы мүмкін. Мүмкін емес деген зат болуы мүмкін емес. Дұрыс айтасыз. Иә, жігіттер, әрқайсың бір тау қопаратын жігітсіңдер. Көз қорқақ, қол батыр деген. Ең басты ниет керек. Онда неден бастаймыз? Дұрыс, мынадан бастаймыз. Ал, іске сәт. Ай, мына балалар кісіге ұйқы бермеді ғой. Адам деген күндіз ұйықтау керек қой. Жігіттер, тез. Мына орындықтарды не істейміз? Орындықтардың барлығын бояймыз. Айдос. Ау. Қайда бара жатсың? Қоқысқа? Бар ма тағы газеттер? Толады ар жақта көп. Әкел. Тоқта. Жақсы жаңалықтар әрқашан кеш келеді. Жігіттер, барлықтарын бері қараңдаршы. Газет, журналдарды еш жаққа тастамаймыз. Түсінікті ма? Жинаңдар. Ей! Шуламаңдар. Басқа жерге барып ойнаңдар. Маған ұйқы бермедіңдер ғой. Жарайды ата. Жарайды. Не көп, ойнайтын жер көп. Барыңдар ар. Давай. Бер. Ага, бер. Ойнамайсың. Тепсей. Давай. Ей, сендер сөз ұқпайсыңдар ма немене, а? Бар басқа жерге барып ойнаңдар. Жарайды. Маған ұйқы беріңдер. Ой, мына атада бір. Атада қоймады ғой. Кетсіңдер. Кеттік, давай. Ойна. Те, бар таға. Бер маған бер. Берсің маған дейін, берсің. Берсің деп сүй бақытжан, берсің. Ай! Кетіңдер дедім мен сендерге. Шуламай. Барыңдар ана жаққа. Ана жаққа барыңдар. Жарайды ата. Атада қоймады ғой. Барыңдар. Рахмет. Бірақ көптеген нәрселерді онша ұната бермеймін. Жалпы, қыдырған маған ұнамайды. Неге ұнатпайсың? Әлі жассың ғой? Адамның қалауы жасына байланысты емес шығар. Ой, Самал, қызықсың. Не еш жаққа шықпайсың, не қыдырмайсың. Сонда күйеуге қашан шықпақсың? Мақсат екеуіңе не болған? Мақсат? Иә. Не болды? Ол да мені кинотеатрға шақырып қоймады. Самал, сен келсең мен қатты қуанатын едім. Кемшіліктер болса айтып дегендей. Енді мен сізде өз пікірін айтатындар табылар. Жо, табылады ғой, бірақ сенің орның бөлек қой. Уақытым жоқ, бара алмаймын дедім. Дұрыс. Кино қарағанда клуб әлде қайда қызық. Билейсің, көңіл көтересің. Арман, ренжіме.
Дискотекаңа да, киноларыңа да бара алмаймын. Барғым да келмейді. Ай, мына. Ай, қаны шерлігі, я. Үйкі көрмеді ау кісіге. Қазір сендер шуласаңдар. Маған үйкі бермесеңдер. Мен сендердің өздеріңді жақсылап тұрып ұйықтатам. Қалайсыңдар, жігіттер? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Жігіттер қайда? Сыртта жарнамамен айналысып жатыр. Диск алдыңдар ма? Иә, алдық, міне. Жақсы. Билеттің бағасын 500-ден жасадыңдар ма? Иә, 500-ден. Мә, олай болмайды, өтпейді. Бұлай істеңдер. Егер жігіт қызымен келсе, қызға тегін. Ал билеттің бағасын 1000-дан жасаңдар. Жақсы. Плакат не істеңдер? Плакатқа тапсырыс беріп қойдық 3D дегенге. Ол да бір ерекше болу керек. 1D дегенмен алыңдар. 1D? 1D. Иә? Жарайды. Жақсы. Ермек! Ермек! Ал, бері. Қара, жедел хабарландыру. 1000 теңге жоғалды. Тапқан адам болса, мәдениет үйіндегі клубқа алып келсін. Жоғалған 1000 теңгелікті алып келген адамға сыйақы ретінде клубқа кіру тегін. Тегін. Осыны осылай етіп толтырып жазыңдар да, бүкіл ауылға іліп шығыңдар. Жарай ма? Қалайсыз онда? 1000 теңге қазір бәрінде бар емес пе? Өтірік алдап алып келе салады ғой. Оны сіздікі екенін қалай анықтаймыз? Алып келе берсін. Ең бастысы қолдарында 1000 теңге болса болды емес. Біз алданып ала береміз. Былай, қазір адамдар тегін нәрсе үшін кез келген ақшасын шашуға дайын. Иә. Бара. Жігіттер! Баламсың деген. Қазір. Мұғындар.
Ата? Не болды? О, түнімен клубта қаңғырғандай түріңіз қашып кетті ғой. Тағы бір екі әңгіме айтсам, мен сенің өзіңді қаңғыртып жіберемін, білдің бе? Кешіріңіз, ата, кешіріңіз. Не болды? Ауырып қалғансыз? Түніменен дөңбекшіп, ұйықтай алмай шықтым ғой. Енді күндіз демалып ұйықтап алмадыңыз ба? Иә, ұйықтатады саған. Ана балалар, тура терезенің алдында келіп шулап, доп ойнап жүр емес пе? Ой, ол балалар. Енді оларды басқа жер жоқ па, доп ойнайды? Жоқ. Балалардың ойнайтын жері жоқ. Ана доп ойнайтын бір жалғыз алаң бар еді. Оған анау орынбасар малын жайып жатыр ма білмеймін. Бір шара қолдану керек қойған. Бәріңіз бірігіп. Не шара қолданасың? Арыз жазыңыздар. Жазасың, иә. Төңірегің бәрі өзінің туысқандары, соң таныстары. Қысқасы қорқады бәрі арыз жазуға. Бұлай болмайды. Атам, мынау ауылдың әкімі қайда негізі? Шырағым. Ол әкім барда тартып бар еді ғой. Ол бейшара ауырып қалада ауруханада жатыр. Ай, ұзақ жататын түрі бар. Ал оған не болып қалды? Сен менің өстіп мазамды ала бересің ба? Ұйықтай алмай жатырмын. Бар, одан да балаларды шуламаңдар де. Қуып жіберші бұл жерде. Түсіндім. Ата, бірден айтайын ба? Негізі ол балалар сіздің мазаңызды алмасын десеңіз, мен бірден ойлап тұрмын. Немене ол? Қалай? Болады ғой? Ей! Тұрады. Тоқ.